Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар. Әдебиет сабағынан қиял мен ғажайып бөлімін ары жалғастырамыз. Өткен сабақта біз айдағы жасырынбақ әңгімесін өткен болатынбыз. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы фантаст жазушы Жүніс Сахиевтің дабыл фантастикалық әңгімесі. Жалпы қиял мен ғажайыпқа толы шығармалар кімді де болса қызықтырып әкететіні сөзсіз. Сендер де аса қызығушылықпен осы шығармаға ден қойып оқисыңдар деген ойдамын. Адамдар ғаламда жалғыз ба? 50 жыл бойы ғалымдар мен астрономдар осы сұрақтың жауабын табуға тырысып келеді. Сәйте қысқарған сөзінің толық мәні жерден тыс өркениеттерді іздеу. Ол басқа әлемнен келетін сигнал арқылы күн жүйесін зерттей отырып, күллі ғаламнан тіршілік белгілерін қарайды. Радио таратқыш жасай алатын кез келген адам жұлдыздар арасында хабарлама тарата алады. Егер бұл біздің қолымыздан келсе, олардың да қолынан келуі мүмкін. Міне, бұл Аллен антенналық торы. Ол жерден тыс өркениеттерден келетін сигналдарды қабылдау мақсатында жасалды. 1977 жылы УАУ сигналы тіркелді. Бұл ғылыми ортаны дүр сілкіндірді. 15 тамызда Агая университетіндегі үлкен құлақ атты телескоптың SETI компьютері басқа жұлдыздан келген қуаты күшті радиосигнал тіркеді. Бұл мерген шоқ жұлдызынан жеткен сигналдың ұзақтығы мен қарқыны жерден тыс өркениеттерден келетін сигнал қасиеттеріне сәйкес келді. Деректерді өңдеу барысында жаңалықты бірінші болып байқаған астроном басып шығарылған парақтағы сигналды дөңгелектеп, қасына «Уау» деп жазып қойған. Содан бастап бұл сигнал қайталануы мүмкін деген үмітпен SETI жобасы аясында мерген шоқ жұлдызы жіті зерттеліп, үздіксіз бақыланды. Бірақ «Уау» сигналы қайта тіркелмеді. УАУ сигналының жерден тыс өркениеттен келгендігін растайтын дәлел жоқ. Десек те бұл сырттан келуі ықтимал хабардан үміт беретін жалғыз белгі. Бірақ SETI мамандары үміттерін үзбейді. Ғалымдар жаңа ғаламшарлар тауып, ғарыш телескоптары дами түскенде, SETI мамандары жерге ұқсас мекеннен хабар алуға қабілетті болады. Себебі кеңістіктің шексіз болуы ғалымдарды ғарыштың бір түкпірінде тіршілік бар деген ойға жетелейді. Ал құрметті оқушылар, жаңағы видеоны қарап шықтық. Ол видео сендерге осы сабаққа деген ой түрткі болды. Бүгінгі сабағымыз ғаламшарға, аспан денелеріне қатысты екенін көрдік. Сабағымыздың мақсаты әдеби шығарманың идеясы мен пафосын ұлттық мүдде тұрғысынан ашу. Сабағымызды талдамас бұрын бізге ең алдымен сөз сандық және тірек сөздер берілген. Сөз сандықта жазба ескерткіштер, туркология, расатхана, ұшу траекториясы. Жазба ескерткіштер жазба тіл қалыптасқанға дейінгі хатқа түскен, жазылған, басылған тарихи жазба мұралар. Туркология түркі тектес халықтардың тілін, әдебиетін, тарихын, мәдениетін зерттейтін ғылымдар жиынтығы. Расатхана астрономиялық құбылыстарды бақылау мен зерттеуге арналған орын. Ұшу траекториясы бұл жерде тастың өткен жолы. Және де тірек сөздер ғарыш, ғылым, тастағы жазулар, күнгейліктер, қазақ алфавиті. Балалар, ең алдымен біз әңгімені оқып шығамыз. Толығымен осы әңгіменің басында бізге пролог берілген. Есімізге түсірейік, пролог дегеніміз шығарманың оқиға мазмұны мен мәнін оқырманға таныстыратын кіріспе бөлім. Яғни осы шығармада бізге пролог берілген, сол бойынша шығарманы талдауымызға болады. Прологқа назар аударайық. Ғарыштан керіп, жер атмосферасына іліккен созылыңқы тамшы пішінді үлкен тас, таң сәріде шырт ұйқыда жатқан ауыл үстінен ысқыра ағып өтіп, тау аңғарын жанай ұшып, жолындағыны күйдіріп, сыдырып барып, қара жерге жантая қадалды. Яғни сөз сандық пен тірек сөздер арқылы да сендер бүгінгі сабағымыздың жаңағы шығарманың мазмұнын түсініп отқан боларсыздар.
Бізге шығармада берілген тастар талас ескерткіштері. Бұл аймақтағы жазулар оңтүстік Қазақстан, Жетісу, Сыр бойы мен Қырғызстан аймақтарына таралған. Соның ішінде көп шоғырланған жері қазіргі Жамбыл облысында. Қолданылған мезгіл бірыңғай 8 ғасыр. Ескерткіштердің жалпы саны шамамен 20 шақты. Енді осы шығарманың идеясы мен пафосын ұлттық мүдде тұрғысынан талдап көрелік. Шығарманың идеясы мен пафосы ежелгі таңбаларды дәріптеу, мамандыққа деген адалдық, туған жердің қасиеті. Ұлттық мүдде тұрғысынан ашу. Төл таңба қазақ алфавитін шығаруды мақсат ету. Түркітану ғылымы, бауырмалдық, туыстық, жақсы қарым-қатынас. Енді осы сөздерімізді дәлелдеу үшін шығармадан үзінді келтіріп көрелік. Ежелгі таңбаларды дәріптеу. Ежелгі қазақ таңбасын қайсымызда білуге міндеттіміз, деді ол кішкене серпіліп. Біздің әулетіміз түгел оқи алады. Оқып қана қоймайды, жазады, сөйлейді. Ал жуық арада оның негізінде қазақ алфавитін шығарсақ, нұр үстіне нұр болар еді. Ал әріптік таңбасы жоқ ұлт қандай ұлт болмақ? Мамандыққа деген адалдық. Шығармадан дәлел келтіретін болсақ, түркологияның оңай ғылым емес екенін өздеріңіз білесіздер. Мен талас жазба ескерткіштерін мұқият зерттеп келемін. 30 жыл ғұмырымды таңбаны зерттеумен өткіздім. Ендігі қалған өмірімді алфавит жасауға арнаймын. Уәде етемін. Туған жердің қасиеті. Біздің тарихымыздың, жазба мәдениетіміздің қалған тұстары осы ауыл. Мына сіздер. Жазба тарихымызды зерттегенмен мен қалада тұрамын. Ауылдың әдет-ғұрпынан шеттеп қала беремін. Ал енді оқушылар осы шығарма бойынша сендерге WhatsApp мессенджері арқылы тапсырмалар беретін боламын. Ең алдымен біз шығарманың сюжеттік композициялық жоспарын құрамыз. Яғни шығарманың дамуы, шарықтау шегі, шиеленісуі, шешімі. Біз әдеттегідей шығармаларды талдап жүрген сияқты, осы әңгімеде солай талдаймыз. Және де төлен мен күнгейліктердің арасындағы диалогты өңдеп, оларға мен қазақтың баласымын тақырыбында креативті хат жазатын боламыз. Және де сабағымыздың соңында балалар кері байланыс береміз. Және шығарманы берілген тапсырмаларға дескриптор, яғни бағалау, оқушылар бір-бірін комментарий жазу тәсілі арқылы бағалайды. 3Q кестесі: маған қызық болған 2 нәрсе, маған қиын болған 2 нәрсе, маған құнды болған 2 нәрсе. Дескрипторымыз әңгіменің идеясы мен эпилог прологтарды анықтайды, өзіндік пікір айтады, қиялдан туған қисындарға мысал келтіреді.